Сауат ашу 127-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық кейіпкерлер туралы не білемін? П дыбысымен әрпі деп аталады. Бұл сабақта сен мәтіннің кім не туралы екенін айтасың, сурет бойынша әңгіме құрайсың, сөйлемді бас әріптен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгісін қоясың. Балалар, сабағымыз бастамас бұрын ребус шешейік. Суретте нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Телефонды көріп тұрмыз және тонды көріп тұрмыз. Телефон деген сөздің алдыңғы 4 әрпін, соңғы 1 әрпін алып тастайық. Ал тон деген сөздің соңғы 1-ін алып тастайық. Сонда балалар, бізде қандай сөз шықты? Айтасыңдар балалар, фото деген сөз шықты. Фото деген сөз қандай дыбыстан басталып тұр балалар? П дыбысынан басталып тұр екен. Енді осы сөзге дыбыстық талдау жасап жіберейік. Фото 2 буын бар. 4 әріп, 4 дыбыс бар. 12 дауысты, 2 дауыссыз дыбыс екен. Біз өткен сабақта П дыбысымен әріпімен танысқанбыз. П дыбысы дауыссыз дыбыс екенін білдік. Ол сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі. П әрпі көбінесе орыс тілінен енген сөздерде кездеседі екен. Балалар, П әрпіне берілген тіл ұстату жаттығуын жаттап алайық. Ф дегенім фонарь, жарық жоқта жанар. Балалар, келесі бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөздерге дыбыстық талдау жаса. П әрпінің орнын анықта. Екінші, мәтінді тыңда. Баяғыда бір бай той жасапты. Тойға қожа да келіпті. Қожа Насырдың үстіндегі киімі жаман екен. Қожа Насырды ешкім елемепті. Төрге шық, тамақ іштемепті. Қожа үйден шығып кетеді де, үйіне барып тәуір киімдерін киіп қайта келеді. Бұл жолы үй иесі Қожа Насырды құрметтейді. Төрден орын береді. Ет келгенде, қожеке, алыңыз, алыңыз деп қошеметтейді. Қожа етті жемей табаққа шапанының жеңін малып, же шапаным, же деп отыра береді. Үй иесі, сіздің бұқынлық қылғаныңыз шапан ет жейтін беді дейді. Сонда қожа, сен адамды сыйламайды екенсің, киімді сыйлайды екенсің. Сондықтан да шапаныма жегізіп отырғаным деп жауап береді. Балалар, мәтін сендерге ұнады ма? Мәтін кім туралы? Байдың іс-әрекеті дұрыс па? Мәтіннен саған не ұнады? Келесі 3-ші тапсырма. Алдар көсе мен ұры мультфильмін естеріңе түсіріңдер. Берілген суреттер бойынша осы мультфильмнің мазмұнын әңгімелеп көріңдер. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Суреттегі зат атауларын қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Сөйлем жазарда ережені ұмытпаймыз. Сөйлемді бас әріптен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгісін қояйық. Жарайсыңдар, іске сәт.